Илай, енді сені көпшілік қыздар арасындағы сұлулық байқауына қатысқан ер азамат ретінде таниды. Саған енді қойылатын сұрақ, бұл байқауға қатысудағы басты мақсатың не болды? Хайп жинау ма, енді қазір танымалдылықты хайп деп айтамыз ғой. Хайп жинау ма, жоқ әлде өзіңнің бір шығармашылық, бір жеке қызығушылығың ба? Конкурс болды. Miss Virtual World деген. Мына жылда Бразилияда болды. Мен бояндым. Сұлулық байқауына фотоларын жібердің, иә? Иә. 4000 қыз сол жерде қатысты. Сосын мен уже финалға кеттім. Финалда бүкіл әлем, бүкіл Қазақстан маған дауыс берді. Сосын мен женейін дегенде, мен уже шығарайын деді. Бәрі қыз деп ойлайсың? Иә, бәрі қыз деп ойлайды. Сосын мен айттым, кешіріңіздер, мен ұлмын деп. Соңына дейін қатыспадым, бірақ дегенмен финалға жеттің, иә, түсінікті. Ал енді бізде қазақ жігіттерінің арасында жалпы енді әйел адамның кейпіне ену, енді кішкене намыстанады ғой көбі. Өзіңе деген көзқарас өзгерді ме? Мен бүкіл достарым менен Бас тартты. Бас тартты, иә. Шынымен бе? Ешқайсы сонда қолдамады ма сені? Ешкім мені қолдаған жоқ. Менің отбасымда да қиын жағдай болды. Себебі мен туысқандарым, мен оны қазір ғана теледидарға айтып жатырмын да. Ол өте қиын маған болды. Себебі анама айтты, намысы қайда сенің баланың. Сосын маған анам да ренжітті. Сол маған ауыр тиді. Анаңа ұят болды сен үшін, иә? Иә. Бірақ мен анамен сөйлестім, айттым өз пікірімді. Бұл шығармашылық ізденіс деп, иә, қабылдаңыз деп, иә? Иә. Сосын анам мені түсінді. Хайп сенің жеке өміріңе кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Кішкене кедергі болды, себебі қыздар көп сұрақтар соң қояды. Типа, может, ұлдар ұнайды, может, ол кішкене басқаша сияқты. Иә. Бірақ ондай емес, иә? Ондай емес бұл мен. Бірақ ашылып айтқаның дұрыс болды. Осы бағдарлама эфирге шыққаннан кейін біраз қыздардың саған деген ой өзгеретін болады. Кім біледі, мүмкін жартыңды жолықтырып бағың жанып кететін шығар.